Саламатсыздар ма, әріптестер? Бүгін мен бір қоржыныма тағы да презентация шаблонын толтырдым. Бұл презентацияда мен ағаш үлгісінде шықты. Ағаштың діңгегін жаңағы отбасы ағашы тірегі деп алатын болсақ, мына сабақ беру барысында біз көбінесе мына тренинг өткізген кезде осындай жаңа форматтағы шаблондар қажет болады. Мінекей қарап отырсаңыздар, осындай шаблонда шықты. Бұл жерде мына берілген бөліктердің барлығын, мәтіндерін өзгертуіңізге болады. Мына жерге мінекей жасыл, көк, серыйда тұр. Элемент қойып қойдым. Осыны көбейтуіңізге болады, үлкейтуіңізге болады. Мына ағаштың сыртында бейнеленген үздік сызықтарды, мына элементтеріңіз көбейген сайын, мына үздік сызықтарды үлкейтіп, мына масштабында кеңейтсеңіз де болады. Осы презентацияны әр сабағыңызда әртүрлі мақсатта қолдана беруіңізге де болады. Мысалға, екінші вариантта жаңағы адамның адамшылдығы деп, ол неден тұрады? Немесе бір ой толғау, әртүрлі бір балаларға ой тастайтын, немесе сұрақ жауап ретінде жүргізгіңіз келсе де, оны түрлінше өзгертіп, осы шаблонды өзіңіздің сабақтарыңызда пайдалана аласыздар. Мінекей осындай шаблон шықты. Егер қажет болған жағдайда бұның артқы фонын да өзгертуіңізге болады. Мына түстердің үйлесімдігін ауыстырам десеңіз, оны да ауыстыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Мінекей бүгін осындай жұмыс.